Түркістан қаласына кірген бетте әуелі мына тайқазан мен мұндалайды. Сәулет туындысының биіктігі 10 метрден асады. Металл конструкциядан жасалған тайқазанның тұғыр бөлігінде түркі елдерінің тұтастығын білдіретін ай мен жұлдыз бейнеленген. Ал бетінде Құран кәрім аяттары мен пайғамбар хадисі жазылған. Символдық нысанның ту сыртында 4 жолақты айналма жол бар. Жаяу жүргіншілер жолы, веложолақтар мен жарықшамдар да орнатылған. Одан бөлек 9 гектарға таяу аумақта этноауыл салынған. Онда биіктігі 15 метр, диаметрі 31 метрлік үлкен киіз үй орналасқан. Бұл Ақорда бейресми жиынға байланысты бірнеше айдың жүзінде бой көтеріпті. Жалпы осы құрылыс бар жоғы 2,5 айдың ішінде жүргізілді. Бұл жерге 100-ден аса техника жұмылдырылып, жалпы өте тығыз уақыт болғандықтан 700-ге дейін адам жұмылдырылды құрылысына. Киіз үйдің материалы темір каркастан, сырты стекловолокно деген қаптамадан қапталып, іші әртүрлі ою-өрнектермен әрленіп жасалды. Үлкен киіз үйде ірі форумдар мен фестивальдерді өткізуге болады. Кешенде тағы бірнеше кіші киіз үй, 200 көлікке арналған тұрақ, қолөнер шеберханалары бар. Сондай-ақ облыс орталығында саммит қонақтары жайғасатын орындар да әзір. Бізде 70 орналастыру орны бар, оның ішінде 58 қонақ үй, 9 жатақхана, 4 хостел. Сол хостер, сол жатын орындар бойынша, Түркістан қаласы бойынша қонақтарды күтіп, жайғастыру, делегацияларды бөлу, басқа да жұмыстарды қазіргі таңда ауқымды іс-шара өтіп жатыр. Сол іс-шараға толықтай туризм бөлімі болған екен. Сондай іс-шараларды біз қазіргі таңда атқарып жатырмыз. Жалпы жыл басынан бері Түркістанға 350 мыңнан аса турист келіпті. Жаңадан ашылған сәулет нысандары қаланы халықаралық деңгейдегі туристік және мәдени орталық ретінде таныта түспек.